Мен Нұр-Сұлтан қаласы полиция департаменті Есіл ауданы полиция басқармасының нөмір 18 полиция бөлімінің нөмір 183 әкімшілік участковый инспекторымен Нұр-Сұлтан қаласы полиция департаментінде 10 жылдан бері жұмыс істеймін. Осы учаскелік инспектор ретінде 6 жылдан бері жұмыс істеймін. Әуе қорғаныс күштерінде өз міндетімді атқарып жүрген кезде осы Қазақстан Республикасының халқына бір үлесімді қоссам деген арман болды. Мен ойладым, полиция қызметкерлері болсам, мен мұнда халықпен тығыз жұмыс жасаймын. Армандадым. Сол әскерден кейін мен дереу полиция қызметкерлері болдым. Жол патрульдік инспектор болғым. Жол патрульдіктен кейін осы учаскелік инспектор деп тағайындадым. Полиция қызметкерінің формасы көзіме ерекше отырғандықтан, ол несімен ерекше? Полиция қызметкерлері формасы азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қандай да азаматтарға қауіп төнген жағдайда ең көмектесетін полиция қызметкері болғаннан кейін полиция қызметкерінің үстіндегі формасы өзіне лайықты болу керек. Сол себепті мен полиция қызметкерінің формаларын ең жоғары деп бағалаймын. Жұмыстың ешқандай оңайлығы жоқ деп өзі де айтады. Ылғи қиын жағынан келгенде сол жұмыс уақыты кішкене ыңғайсыздау, өйткені таңертең ерте кетеді жұмысқа, балдар ұйықтап жатады, кеш келеді, тағы да балдар ұйықтап жатады. Кішкене сол балдармен уақыт өткізуі аздау болады да, негізі өзі бос уақыты болса, сол көп уақытын балдарға арнауға тырысады. Отағасы балдарына өте қамқор әке, үлгілі әке, өз жұмысын өте қатты жақсы көреді. Көптеген мақтау қағаздарын алды осы күнге дейін. Осы жылдың қазан айында осы Ішкі істер министрлігінен осы жылдың үздік участковый полициясы марапатына ие болды. Учаскелік инспектор жан-жақты болу керек. Әкімшілік кодексін жатқа білу керек, қылмыстық кодексін жатқа білу керек. Учаскелік инспектор жан-жақты, мысалы. Участковыйда болады, дознаватель, следакта, оперде бәлік сол қызметкер соның ішіне кіреді. Қазіргі уақытта карантин режимі бойынша бізде планшет бар. Көп арыз шағымдар осы WhatsApp-қа түседі. Осы WhatsApp-қа түскен кезде біз дереу соны қарап, сол шағымды өз уақытында орындап жауап беруге міндеттіміз. Қазіргі уақытта Нұр-Сұлтан қаласында осы мейрамханалар, ойын сауық орталықтары өз уақытынан тыс уақытта жұмыс жасайды. Сол тыс жұмыстан жасаған азаматтармен профилактикалық іс жүргіземіз. Халық жұмысымды бағаламайды деп ойламаймын. Азаматтардың ойынан шығу, оның сенімінен шығу ең қиын нәрсе. Азаматтардың сенімінен шықсаңыз, ол азаматтар полиция қызметкерлері әрқашанда жоғары деп бағалайды деп сенемін.